Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Әкем мен шешем ажырасқанда мен небәрі 3 жаста болатынмын. Сот залында отырмыз. Біз үшін бәрі шешім қабылдап, кім кіммен қалатынын сұраған да жоқ. Ағам мен құндақтағы сіңілім үшеуміз көзіміз жәутеңдеп отырмыз. Екі жақ өзара айқайласып жатыр. Бізге пысқырып та қарар емес. Сонымен мен ағам мен құндақтағы сіңіліммен бірге әкеммен қалатын болдық. Бірақ менің анаммен қалғым келетінін ешкім сұраған да жоқ. Менде де айқайдан қорққанымнан ештеңе айтпадым. Сонымен біз әкеммен тұрып жаттық. Әжеміз әкемнің інісімен сол ауылда бөлек тұратын. Әкем бізді күнде балабақшаға әкеліп, кешке алып кететін. Бір күні артымыздан ешкім келмеді. Кеш болды. Ағам екеуміз ғана көзіміз жәутеңдеп далада отырмыз. Қас қарайғанда сол жерде қарауыл орыс апа болатын. Сол апаның қызы Тамара біздің тәрбиешіміз. Орыс апа бізді үйіне алып кетті. Тамара апайымыз қазақша таза сөйлейді. Бізге тәтті бәліштер шомылдырып, аппақ төсекке жатқызып, ертегі оқып берді. Сол кезде Тамара апамның мамамның есі шығып тұратындай. Өзі сондай сұлу, мейірімді, жуылған шашымды тарап бергенде шіркін, Тамара апай менің мамам болып кетсе ғой деп армандағаным әлі есімде. Анамызды көрмегелі бірнеше ай болып, түрінде ұмытып қалғанбыз. Әкеммен тұрғанымызбен бәрібір ананың жылы алақанына жетпейді ғой. Солай Тамара апайымның үйіне балабақшаға барып келіп жүрдік. Тіпті өз үйімізге барғымыз келмей, сол апайдың үйінде қалғымыз келетін. Өйткені ол үй жылы, тамағы да тәтті, күнде шомылдырып, шашымды тарап бергенін ұнайтын. Бір күні әжем мені әкемнің інісіне беріп, бізді алып кететін болды. Әкелерің алысқа жұмысқа кеткен, 2-3 күн келіп қалады. Оған дейін бізбен тұрасыңдар, деп біздің қарсылығымызға қарамай алып кетті. Мен апайымды қимадым. Артынан қарап тұрып, көріп қолымды сусам да ол мені алып қала алмады. Тек көз жасын сүртумен болды. Әжемнің үйінде жүріп балабақшаны ұмыттық. Ол жерге қайта бармадық. Бір күні әкем келді. Әжем мен өз інісіне айқайлап ұрсып жатыр. Сондағы түсінгенім, әкем бізді Тамара апайға уақытша тапсырып кеткен екен. Әжемі неге алып кеттің деп сұрап бақырып жатыр. Әжем бізді бермейтінін айтып әлек. Ес белгілі айқай-шуды естумен келдік. Бізде ештеңе түсінбейді деп ойлады. Бірақ біз бәрін түсінетін едік. Ағам екеуміз ұрыс басталғанда бұрышта құшақтасып тығылып отыратынбыз. Бізді зат құсап, әрі-бері тартқаннан шаршадық. Ешкім біздің пікірімізді сұрамайды. Әкем бізді ары тартып, бері тартып, соңында екеумізді алып кетті. Әкем үйленді. Бір қызды болды. Өгей шешем тек қатал болды. Мен отын жинап, атқа мініп, тағы да далаға кететінмін. Күзде мұздай суға кілем жуып, мұрнымнан үнемі су ағып тоқтамайтын еді. 8 жасымда өгей шешемнің қызы Бану екеуміз үйде қоласпақ ойнадық. Пеш жанып тұрды. Үстінде қоса духовкасы қосып қойғанбыз. Үйде бізден басқа ешкім жоқ еді. Мен, Бану және кішкентай сіңілім. Бір кезде Назым пештің қасына тым жақындап кетті. Отқа құлады. Пеште жалын шығып жатты. Біз қорққаннан көршілерді шақырдық. Олар дереу жиналып жетті. Бақытымызға қарай Назым тірі қалды. Сол сәтте
Өгей шешем келіп маған айғайлады: сен менің қызымды өлтірмек болдың, әдейі істедің. Мен сені өлтіремін. Мен дірілдеп не істерімді білмей қалдым. Көршілер араша түсті. Сол күні мен бала жүрегіме үлкен жара салды. Назым ауырғаннан кейін біздің жағдайымыз тіпті нашарлады. Ол кезде мен 13 жаста едім. Әкем жұмыссыз қалды. Ақшаға қосып өмір қиындап кеткен кез еді. Мен ағамен бірге базарға барып, жент, ұсақ-түйек сатып жүрдік. Нанды 5 теңгеге алып, 7 теңгеге сататынбыз. Солай күн көрдік. Үйге қаз, сиыр алдық. Бірақ су жоқ еді. Құдықтан 2 шақырым жерден таситынбыз. Ағам мені қашанда қамқорлап, қасымда жүруші еді. Мен 9 сыныпты бітірдім. Кейін 11 сыныпты аяқтадым. Бірақ соңғы қоңырауға бара алмадым. Киімім жоқ, жағдайым төмен еді. Әкем бір шарт қойды: егер оқуға түссең оқисың, түспесең тұрмысқа шығасың. Өйтіп емтихан тапсырдым. Мен 2 аптадан кейін хат келді: құттықтаймыз, сіз оқуға түстіңіз. Әкем қуанды, ал өгей шешем қарсы болды. Қайда аққала, оқығаннан не пайда? Әкем үндемей басын изеді. 2 айдан соң Семейге кеттім. Семейде мені шатырдан құлаған нәрсе басымды жарақаттанды. Басым жарылып, 1 ай ауруханада жаттым. Бірақ кейін оқуымды жалғастырдым. 3 қызбен бірге жақын дос болдым. Бәріміз Найман руы екенбіз. Кітапханадан шықпай оқыдым. Жақсы студент болуға тырыстым. 1,5 жылдан кейін Шымкентке практикаға келдім. Өз ақшамды өзім тауып, киім ала бастадым. Бірақ әкем маған емес, өгей шешемнің оның қызына көбірек көмектесті. Оқуды бітіріп, ауылға қайттым. Ауылға келсем, әкем сені күйеуге береміз дейді. Мен ол кезде 21 жаста едім. Көнбедім. Мен тұрмысқа шықпаймын деп, әжеммен тұрамын деп, әжемнің үйіне кеттім. Әжемнің 2 көзі көрмейтін болып қапты. 2 көзі көрмейтін болса да, мені көріп, жылап, қуанды. Бір күні көрші келіп: саған жақсы жігіт бар, полицей, ішпейді, шекпейді деді. Мен алғашында ұялып, қиналдым. Бірақ 1 апта сөйлескеннен кейін ол маған қатты ұнап қалды. 1 аптадан соң ол мені алып кетуге дайындалыпты. Көрші жеңшем үйге жігітпен келіп, әжемнің иығына орамал салып, батасын сұрады. Әжем: ешқандай қалың малдарыңның керегі жоқ. Қызымды жылатпасаңдар болды. Барған соң киім-кешекті өздерің әпересіңдер. Немерем сендерге аманат деп батасын беріп, шығарып салды. Мені Шымкент облысының Қоңырбөрік ауылына алып келді. Ораза айы болатын. Адам аз болатын шығар деп ойлағанмын. Қонақтар өте көп. Мен милиция жігітті сол бойы көрмедім. Адамдар саябырсығасын азайып, соң қасыма таныстырған жеңшем келді. Жеңше, күйеуім қайда? Неге қасыма бірде-бір рет келмеді? Айналайын, ол үйленіп кеткен, сенің күйеуің басқа. Басқасы нес? Милиция жігітші. Сіз мені алдап әкелдіңіз ба не? Саған какая разница? Бастысы біздің үйде келін болып түстің. Болашақ күйеуің оның ағасы. Ол да жаман жігіт емес. Ең бастысы, сен жоқшылықтан құтқардық қой. Қуанбайсың ба қайта? Не ішем, не жеймін демейсің. Маған діңкілдей сөйлей бастады. Шу шығармағанмен ешқандай өзгеріс болмасын біліп, болар іс болды ғой, деп көнгеннен басқа амалым қалмады. Бір жағы ауқатты отбасына келген соң да көнген едім.
Өйткені өмірімде тойып тамақ жеген емеспін. Қанша жесем де тоймайтынмын. Бір кезде күйеуім әкеліп таныстырды. Түрінің тозығы шыққан, ажары келіспеген жігітті әкелгенде не істерімді білмей, басым қатып жылай бердім. Күйеуімнің есімі Марат. Ол менен 14 жасқа үлкен екен. Бұрын үйленіп, ажырасқан екен. Мен бәріне көніп үйренгенмін ғой. Бұған да көндім. Кеткенде қайда барам? Әжемнің бір аяғы төрде, бір аяғы көрде. Әкемнің менімен жұмысы жоқ. Бұлар да сенетін ешкім жоқ екен біліп, осылай жоспарлап отыр ғой. Күндегі келіннің тірлігін істеп жүре бердім. Күйеуім бір күні үйде болса, бір күні қорада болды. Қорада дегені бұрын колхоз бар жер кезде 4 бөлмелі конторды болған екен. Соны қайнағам мен абысыным үй қылып алып, колхозды қорасына мал ұстайды екен. Соны қора деп атайды. Үйде әлгі милиция қайным әйелімен 4 баласымен енемен тұрады екен. Таңнан кешке шейін үй тірлігі бітпейді. Қайнымның балалары ұсақ, солардың кірін жуып, тамақ істеп, қысқасы бітпейтін тіршілік менің мойнымда еді. Мен күйеуге емес, құлдыққа келгенде жүрдім. Бір күні қорадағы қайнағам кеп, бұлай болмайды. Келін үйде, Марат қорада, екеуі екі жақта. Қанша дегенмен жаңа үйленген ғой, келін де қораға барып тұрсын деген соң, енем келісіп мені сол жаққа алып кетті. Қорада 30 сиыр, бір талай қойлар бар екен. Абысыным мен қайнағам сиырларды сауады. Мен оларға тамақ істеп, кірлерін жуып, үй тірлігін істеп жүрдім. Сиыр сауып үлгере алмай жатқан соң, маған да сауға тура келді. Бір қызығы, олар сиырларды байламайды екен. Алдына жем салып, сиырлар соңы жеп болғанша сауып үлгеру керек екенсің. Үлгермесең, жемін жеп болған соң өріске кетіп қалады екен. Күніне қазан сүт пісіріп, оны үйтіп, көбі пісіп, майын қарынға салып, жердің астына көміп қоямыз. Ол майды араластырып қыста сатады екен. Түскен ақшаның бәрін енем алып отырады. Бұл жақта нағыз ауыр пейнеттің үстіне түсті. Таң атпай тұрып, қас қарайғанша малдың соңында жүрдік. Бір күні докторға шақырып жатыр деген соң ауылға барғам. Жолда ағайын абысым шақырып алып, сенімен Дариға өгей шешем сөйлескісі келеді деп ұялы телефон берді. Тұтқаны ала салып маған ұрсып жатыр ғой. Неге саған қалың мал бермейді? Сен жетім емессің. Әкең бар ғой. Сен неге құдалық шақырма дейсің бе? Енеңе айт, келіп біздің алдымыздан өтсін. Сонша байдан өлгендей, ажырасқан үлкен еркекке тиіп не көрінді? Деп айқайлап жатыр. Мен үндеген жоқпын. Енемен сөйлесетінімді айтып, тұтқаны қоя салдым. Үйге барған соң енеме айтып едім. Естімеген адамдай отыра берді. Мені сонша адам қатарына санамағаны көңіліме қатты тиді. Екінші рет ол әңгімені қозғамадым. Енем де сұрамады. 1,5 жылдан кейін мен бірінші ұлымды дүниеге әкелдім. Есімін Ердос қойдық. Бір күні қайнағам келіп, Марат екеуі далада ұрсып жатыр екен. Терезеден қарап тыңдасам, бір аптада 2 қой жоғалды. Сен қайда апарып жатсың оны? Бейшара қайын-жұртқа тасып жүрсің бе? Әйтпесе қайда кетеді қойлар? Деп екеуі біразға барды. Мен естісем де үндемей жүре бердім. 2-3 күннен соң Марат кірін жуайын деп шалбарының қалтасын қарап,
хат тауып алдым. Аға, ешкімге көрсетпей маған 2 қой сатып берші. Теріс арада ақша керек болып тұр. Көлігіміз бұзылып, соған құрал-сайман аламыз, деп жазылған екен. 3 күннен соң көліктің даусынан түнде оянып кеттім. Сыртта біреулер көбірлеп жүр екен. Ақырын терезеден қарасам, қайным 2 қойды көлігіне салып жатыр екен. Ертесіне қайнағам келіп, тағы ұрысып жатқан. Мен хатты көрсеттім. Сөйтсем, қарындасы ақша сұрай береді екен. Інілері де оқудан қиналса Маратқа арзымайтын ақша беріп, алдап, қойды өздері алып отырған. Мараттың ішетін әдеті бар еді. Бірақ ішсе маған тиіспейтін, ұйықтап қалатын. Ерте көктемде әдеттегідей күйеуім удаймас. Малдың қайда қалғанын білмей ұйықтап жатыр. Кешке мен жотадан малдарды қайырып, жем-шөптерін беріп, қолыма балам бар, шаршап үйге кірсем, аға мен жеңгем отыр екен. Сол күні 8 наурыз болатын. Мен мейрам дегенді ұмытқалы қашан. Әбіржіп кеткем, ұлымның шашы өсіп кеткен. Үсті басынан майлықтың иісі шығып тұратын. Ағама жан таласып шай қойып жатыр едім. Ішпейміз деді. Хал сұрап болған соң, қайтамыз деп кетерінде ұялы телефон тастап, біраз ақша қалдырып кетті. Бірақ ағамның реңі өзгеріп, ашуланып кеткендей болды. Неге ашуланғанын түсінер емеспін. Ертесіне жеңгем хабарласты. Бикеш, кешелі бері ағаң сені ойлап ұйықтамай шықты. Мынандай жүрісің болмайды. Не өмір ол? Кешке дейін малдың соңында әбіржіп, күйеуің түрі анау. Мас болып жатыр. Ал саған малдан қандай пайда бар? Ағаң балдары көбеймей тұрғанда ажырассын деп жатыр. Жоқ, жеңге, мен әжеме уәде бергенмін. Келген жеріме тастай батып, судай сіңемін деп. Әжемді қара бет қылғым келмейді. Мені уайымдамаңыздар. Өзің білесің. Бірақ кез келген жағдайда, кез келген уақытта маған хабарласып, көмегіңді сұрасаң болады. Біз сені жалғыз тастамаймыз дегенде қуанып қалдым. Солай өміріміз өте берді. Мен екіншісіне аяғым ауыр болған соң, енді отанымыздың болғанын қаладым. Абысынымның 5 баласы бар. Солардың отымен кіріп, көлімен шығудан шаршадым. Абысыныма бөлек шығатынымызды айтып едім. Біз де сендей болғанбыз, сен де біздей боларсың дегенге келтіріп, сөзімді пысқырған да жоқ. Мен тірліктен қашпаймын ғой. Жастайымнан жұмысқа әбден піскен адаммын. Бірақ өз бала-шағам үшін бөлек шығуға әрекет жасадым. Өйткені күйеуім де момын. Өзім қимылдамасам, ол да жүре беретіні бар. Бір күні ауылда үлкен тамақ жасайтын болдық. Сол жиында мен ағалардың көзінше, ағайындарымның көзінше ашығын айттым. Қашанғы осы үйде жүре береміз? Біз де өз отанымыз болғанын қалаймыз. Бөлек шыққымыз келеді. Деп өмірде алғаш рет көпшілікке жағдайымды айттым. Ағайындар ойласа келе сол маңайдан жер телімін әперетін болып шешті. Жер әпереміз дегелі біраз уақыт өтті. Алайда ешкімнің қимылдайтын түрі жоқ. 2 айдан соң енемнің үйіне тағы жиын болды. Менің балам ауырып бара алмадым. Ертесіне абысыным бәріміз қорада тезек ойып жатқанбыз. Үлкен қайнағам келіп, менің сендерге жақсы жаңалығым бар. Ол туралы кешегі жиында айтам деп едім, бірақ сендер келмедіңдер. Ауылдың ішінен үлкен үй сатып алдым. Соның кілтін сендерге тапсырсам деймін. Дегенде қуанып кеттім. Бірақ абысыным шатынап шықты. Неменеге олаға бересіңдер? Бізші 6 бала-шағам бар.
Енді оларды малдың соңына қалай саламын? Бұлар жас қой, малға қараудан шаршамайды. Бізге бер деп күйеу екеуі шу шығады. Мен болсам, жарайды. Ол жақта қайнағамдар тұра берсін. Маған осы қораны қалдырса да болды. Деп құлағым тыныш болуын қалап осылай айта салдым. Сонымен олар үйді жөндеп, әктеп, сырлап, 3 айдан кейін көшіп кетті. Енді біз тек өзіміз қалдық. Бір күні күйеуім мас болып жатқан соң малды жайғай салайын деп қораға бардым. Сол бір кезде екіншім ішімде 8 айлық болатын. Сиырды байлай бергенім сол еді. Ол жүгіріп келіп, жібі аяғыма ілініп, ішімнен құладым. Ой байлап жатырмын. Ішім ауырып барады. Өзіміз айдалада тұрамыз. Көршіміз 1 километр жерде тұрады. Біткен жерім осы екен ғой. Тұра алмай жатқанымда кіші ағасының кеп қалды. Тездетіп көлік шақыртып мені ауруханаға апарды. Сонымен мен 10 күн ауруханада жатып, қыз босанды. Екінші абысыным тамаққа келіп жүрді. Өгей шешемді көріп қалып менің қыз туғанымды айтыпты. Ертесіне әкем екеуі келіп, өткенде түс көріп едім. Түсімде сен алтын сырға тағып жүр екенсің. Қыз туады-ау деп жобалаған едік. Осы қыздың есімін мен қойсам деп едім, деп рұқсатымды сұрады. Әкем қызының атын Нұрай деп қойды. Нұрайды қырқынан өгей шешем шығарып берді. Бірақ көп жылайтын еді қызым. Түнімен ұйқы жоқ. Дәрігерге апарсам, ерте туылғандықтан аяғының ұршығы жетілмеген екен. Емдетуім керек болды. Қорада малдың соңында жүріп, жөргек бол дегенді де білмеппін ғой. Алдын ұлымдікін енем алған екен. Дәрігеріме емдетуге ақшам жоқ екен айтып едім. Қызыңның ақшасына емдетпейсің бе деді. Қандай ақша? Айналайын-ау, қай ғасырда өмір сүріп жатсың? Туылған балаңа өкіметтен ақша түседі ғой. 1 жылға шейін беретін ақшасы тағы бар. Дегенде мен таң қалып қалдым. Сонымен почтаға барып қол қойып 160 мың теңге алдым. Енді мен қызымды емдетуге кірістім. Күнде қалаға қатынап, массажға барып, 1 жылға шейін аурухананың есігін тоздырдым. Неменеге жазылмайтын қызыңды салпақтай бересің? Туа біткен ауру жазылмайды ғой. Тазалық болмаған соң ауру бала туасың, деп миымды жеп қоятын. Бірақ мен ешкімді тыңдамадым. Тек дәрігердің айтқанын жасадым. Бір күні қайнағам келіп, 25 лотерея әкелгенін айтты. 5 мыңнан сатып алыңдар, деді. Тәуекел деп біреуін алдық. Ертесіне қайнымның балалары келіп тұр. Жеңеше, сіздер Мазда машина ұтып алдыңыздар деп қуанып кеттім. Енемнің үйіне көлігімізді көруге барсақ, жоқ қой. Енем машинаны күйеу балам қоймаған соң беріп жібердім. Жұмысына 2 километр жерге жаяу барады екен. Қиналып кеттім деген соң бере салдым, деп отыр. Қаным басыма шауып, неге осы біздің несібемізді біреуге беріп қоясыздар? Өткендегі үйде қайнамаға бердіңіз, онда да үндемедім. Енді айтып отырғаныңыз мынау, Марат та сіздің балаңыз ғой. Неге бізді адам қатарына санамайсыздар? Дедім. Ой, сендерге машинаның не керегі бар? Бәрі ешкі қайда бармайсыңдар ғой. Оның үстіне Мараттың жүргізуші куәлігі жоқ. Күйеу бала 30 мың теңге тастап кеттім, мә. Мен де 30 мың қосып берейін саған, деп 60 мыңды ұстатып қайтарып жіберді. Енем берген 60 мың теңге емге кетті. Енем әлі емдетпе деп ұрсып жүр. Бір күні өзінің қолындағы 2 жасар немересі баспалдақтан құлап, аяғы сал болып, мүгедек боп қалды. Менің қызымды жазылмайды деп жүріп, өзінің немересі дәл сондай күйге түсті.
Табаламайсың ғой. Сонда да асыра сөйлеудің қажеті жоқ еді. Апармаған жер жоқ, нәтиже шықпады. Солай алысып жүргенде Таразда жақсы емші бар екенін естіп, сол жаққа баратын болды. Мен де жағаласып қызымды апарамын деп тұрып алдым. Сонымен Таразға тартып кеттік. Үлкен апай екен. Бұрын бірнеше жыл хирург болып істеген екен. Адам көп болғандықтан бәрімізді кіргізіп, балаларымызды шешіндірді. Менің қызыма келгенде аяғын ұстап көріп, ұшықтары жетіліп қапты. Массажға апарғаның дұрыс болған екен. Енді бір айдай арқаңа орап көтеріп жүрсең аттай болады, деп ұшығын салып берді. Енеме, жасанды мүгедекті емдемеймін, қолдан жасап отыр екенсіңдер, деп қайтарып жіберді. Ол қыз сол бойы жазылмай мүгедек болып қалды. Тараздан келгенде әжем ауыр жатқанын естіп, жаным тынбай бардым. Әжең төсек тартып қалыпты. Бәрімізбен қоштасып жатыр. Маған: саған ризамын қызым, менің осы үйдегі ағам Талғат ағаң да үйленбеді. Балам саған аманат. Үйленіп жатса, төргі бөлмеге 5 кілем тоқып қойғам. Соны төсерсің. Сандықта киіттерім де дайын. Құлыншағымның үйлену тойын өткізу арманым деп кетіп барамын. Ұлым жалғыз қалып кетпесін. Менің тігін машинамды сен алып кет. Ешкімге бермей, саған сақтап жүргем, деп көз жасы тоқтамай жатыр. Менің әжем мені күтіп жатқан екен ғой. Мен барған соң 2-3 сағаттан соң қайтыс болды. Тірі кезінде бас сұқпаған әке-шешем осында жалмаңдап жүр. Олардың көздері әжемнің үйі болатын. 7-сі өткен соң 2-ші бейсенбілігінде барсам, киімдерін таратып тастаған, заттарын таласып алып жатыр екен. Менің жаным шығып кете жаздап: неге заттарды таратасыздар? Талғат ағам бар емес па? Ол үйленсе дүние керек қой, деп шырылдап жүрмін. Бірақ менің сөзіме ешкім құлақ аспады. Бұлай айтқанда пысқырып та қарамады. Солай үйіме қайттым. Бір күні үйге джиппен бір аға келді. Ол кісі осы қораның иегесі екен. Бізге 20 қой бересіңдер, деді. Біздің ештеңеден хабарымыз жоқ болатын. Қайнағамнан сұрасақ, иә, жыл сайын қораның арендасы ретінде алып тұрады, деді. Бәрібір ол мал бізге тиесілі емес қой. Әрине, бергенімізге ішіміз ашымайды ғой. Бірақ аға кетерінде бұл қораны Астанадағы ініме автобусқа айырбастадым. Ендігі келесі сөздерді ініммен жүргізесіздер, деп қайтып кетті. Мәссаған, енді не істейміз? Екі ортада далада қалатын болдық қой, деп басымыз қатты. Абысыным осыны біліп қашқан екен ғой. 2 күн болмай егесінің жігіттері келіп, үйді босатуымызды сұрады. Мен енді балаларым үшін күресуге бел будым. Енеме бардым. Сонша жыл малыңызды тегін бақтық. Бізге үй әпересіз. Мен шақалағыммен қайда барам? Малыңызды сатып, үй әперуге міндеттісіз, деп үйде отырып алдым. Бұндай мінезімді көрмеген енем сасқалақтап қалды. Хош, сонымен айқай-шудың арқасында ауылдың шетінен бітпеген үйді сатып әперді. Құрметті оқырман, жалғасы бар. Әңгіме соңында пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.